Сәлем құрметтім, бүгін мен сіздерге женттің жасалу жолын айтатын боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп пікір жазып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Мен сізді каналымда күтем. Жент бізге атадан балаға келе жатқан дәстүрлі тағамдардың бірі екенін білесіздер. Мен күнделікті үйде жасаймын. Бізге 2 кесе талқан керек болады. Оған 1 кесе шекер саламыз. Және де 100 грамм май керек болады. Алдымен жартысын сала отырып араластырамыз. Жақсылап араластыру керек. Майымыз көп не аз болмау керек. Аз болса жент шықпай қалады, көп болса сұйық болып кетеді. Барлық майды қостым, біркелкі етіп араластырып жатырмын, қарап тұрғандарыңыздай. Осы рецептпен осылай жасасаңыздар өте әдемі, тәтті болып шығады. Дастарханыңыздың сәнін келтіретіні анық. Осымен біздің жент дайын болды. Өте оңай, көріп тұрғандарыңыздай. Мен сіздерге 2 түрін көрсетем. Кесені осылай толтырып, таза ыдысқа салып төңкеріп алатын боламыз. Тез түседі. Міне дайын болды. Дәмі енді ерекше болады. Жасап көріңіздер. Келесісінде екінші әдісі құрт сияқтандырып жасайсыздар. Мына мыжып көрген кезде басы бірденен бірігіп жатыр. Байқасаңыздар. Осылай 2 қолыңызбен қысып жібересіздер. Жент дайын. Өте оңай. 10 минут уақытыңыз кетеді. Жасап көріңіз. Достар, менің каналымда көптеген рецепттер бар. Көре кетіңіздер. Міне осымен жент дайын. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Мен сіздерді каналымда күтемін. Менің каналыма тіркеліп пікір жазып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеода аман сау кездескенше. Алла сізге разы болсын.